Неля, қазір газет я журнал ешкім оқымайды, я бәрі тиктокта, жаңалықтардың бәрі инстаграмда. Иә, бірақ сен білесің бе, кезінде біздің ең алғашқы журнал шыққан кезде, ол қазіргі біздің тикток секілді неше түрлі халықтың ой пікірлерін, жаңалықтарын жеткізіп отырған ғой. Рас па, ол қалай шыққан? Қазір көрсетемін. Қазақ халқының тағдыры білім мен бірлікте. Сондықтан мен журнал шығарам. Журналдың атын Айқап деп қоямыз. Айқап бұл өкініштің сөзі. Қазақ халқы айқап демес үшін, өкініште қалмас үшін ұлтымызды оятуымыз керек. Сонда бұл журнал не туралы? Жер мәселесі, оқу, білім, ғылым, дін мен барлық саланы қамтимыз. Бұл басылым қазақ қоғамына ой салар басылымдардың бірі болсын. Мен әйел теңсіздігі туралы жаздым. Әр қазақ қызы білім алуға құқылы. Ал мен мектеп пен ауыл шаруашылығы туралы мақала жаздым. Мен жастарды ғылым мен өмірге шақыратын өлеңдер жаздым. Айқаптың бетінде қазақтың мықты тұлғалары өз ойын айтты. Мысалға, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин секілді қаламгерлер өз мақалаларын жариялады. Олар халықтың көзін ашу, білім тарату жолында күресті. Айқап халықтың жүрегіне жол таба білді. Кезінде теледидар, радио деген сияқты технология дамымағандықтан бүкіл ақпарат тек осы Айқап арқылы таралған болатын. Міне, Айқаптың алғашқы саны жарық көрді. Кеңес үкіметінің цензурасына ұшыраған Айқап өз жұмысын тоқтатты. Біз шындықты жаздық, бірақ билік оны ұнатпады. Қысым көбейді, қаржы азайды. Кей мақалалар цензурадан өтпей қалды, бірақ біз тоқтамадық. Айқаптың соңғы саны 1915 жылы шықты. Бірақ Айқап өз ізін тарихта қалдырды. Мұхамеджан Сералин, Айқап журналының бірінші редакторы. Облыстық газеттің негізін қалаушылардың бірі. Бүгінде ол Қостанай таңы әйелдер теңдігін, білім беруді, отырықшы өмір салтын насихаттаушы журнал. Ұзақ уақыт бойы Мұхамеджан Сералин туралы мәліметтер аз болды. Тек 60-шы жылдары оның балалары мен туыстарын, ол туралы материалдарды, оның өмірін іздеу басталған болатын. 1903 жылы жазылған топ жарған тарихи реалистік поэмасы 1907 жылы Тройскіде жарық көрді. Онда Мұхамеджан Сералин 30-40 жылдардағы Кенесары мен Наурызбай Қасымовтар басқарған ұлт-азаттық көтерілістің эпизодтарын шебер суреттейді. Мұхамеджан Сералиннің ақын ретіндегі зор еңбегі қазақ әдебиетіндегі сюжетті поэма жанрын бекітумен байланысты деседі. Мұхамеджан Сералин өз заманының алдыңғы қатарлы зиялыларының өкілі, демократ, ағартушы ретінде қоғам дамуының заңдылықтарын және халық үшін білім мен мәдениеттің қажеттілігін түсіндірді. Мұхамеджан Сералин 1911-15 жылдар аралығында редактор Троицкіде Айқап журналын ашқан болатын. Қат тегізген қапияда өткен істеріміз көп болған соң, журналымыз да өкінішімізге лайық Айқап болды деседі. Бұл журналда төңкеріске дейін басылған, бірақ жарық көрмеген 40-қа жуық мақалаларды жазалды. Кейінгі жылдары 1919-20 жылдары Ұшқын газетінде өз жұмысын жалғастырды. Мұхамеджан Сералин туралы Абай ТВ арнасындағы Дәуір даналары бағдарламасынан үзінді ұсынамыз. Мұхамеджан Сералин мақалалары арқылы қарашаны сауаттандыруға талпынады. Қазақтың өсіп өркендеуі үшін нені өзгертуі керек екенін сараптап, талдап жазады. Мысалы, Айқаптың 6-шы санында мен терең ойшыл болмасам да ойыма келген бірнеше пікірімді көпшілік алдына салғым келеді. Мал шаруашылығы мен егін кәсібін біріктіріп, жарым көшпелі, жарым отырықшы болып күн көретін заманымыз өтті. Енді қайтып келмейді. Ол заманды сағынбасақ, һәм қумасақ керек. Мұнан бұлай күн көруіміз үшін ең алдымен қала болып отыруымыз тиіс. Қала жұртының істейтін кәсібін істеу керек деп жазады. Айқап
журналы жабылған соң Мұхамеджан Сералин Троицкіде орыс тілінде шығатын Сеп газетінде жұмыс істейді. Одан кейін Орынбордағы Ұшқын еңбекші қазақ атанған газетте қызмет етеді. 1921 жылы туған жері Қостанайға оралып, Шұбар болыстық атқару комитетінің төрағасы, содан соң Қостанай губерниялық атқару комитеті төрағасының орынбасары, ауыл қазіргі облыстық Қостанай таңы газетінің редакторы болады. Мына Қостанай облыстық Бүгінгі ұрпаққа Ахмет пен Мұхамеджан туындылары да мирас болып қалды. Мұхамеджан Сералин қазақ әдебиетіне жаңашылдық әкелген ақын. Топ жарған, оның төңкерістен бұрын жарық көрген тұңғыш реалистік тарихи поэмасы. Халыққа кене жатыр қорқу салып, тартумен жұрт бағынған ханға барып, тұтқынды іздеуші жоқ ақша беріп, құлдыққа сарттар сатып кетеді алып. Осы жолдар арқылы Мұхамеджан Сералин әділетсіздік мәселесін көтереді. Ақшасы, малы, не руласы болмаса, кененің тұтқындарды қайтармайтыны, құлдыққа сатып жіберетіні бейнеленген. Осылайша автор ханның аяусыз мінезін мінеп сынайды. Мен енді түсіндім, Анеля. Егер Айқап журналы болмаса, қазақ журналистикасы болмас еді. Иә, олар кезінде нені бастаса, біз бүгін соны жалғастырып жүрміз. Иә, мысалы қазір біз TikTokта, Instagramда ой алмасы видео түсіреміз, соның өзі журналистика. Ендеше біз Айқап ұрпағымыз. Айқап тек журнал емес, ол елдің оянуының басы. Айқап қазақ әйелінің де қазақ баласының да үні. Айқап халықтың ұлттық сана сезімін оятып, ой салған ең алғашқы басылым. Айқап, өткеннің үні, бүгіннің рухы. Біз Айқап идеясын жаңа ғасырда жалғастырамыз.